Саламатсыздар ма, құрметті онлайн тыңдармандары. Бүгінгі онлайн эфирге қош келдіңіздер. Бүгінгі онлайн эфирдегі қозғалатын тақырып, яғни 9 мамыр ұлы жеңістің 75 жылдығына орай Ақтөбе облыстық тарихи өлкетану музейінде жасақталған ерлік пен даңқ залы тақырыптық экспозициясына жасақталған негізгі тұрақты осы көрмелерге байланысты болады. Жалпы 1941-45 жылдардағы ұлы отан соғысына Ақтөбе өңірінен, сол кезеңдегі Ақтөбе облысының жерінен 122 мыңнан астам біздің жерлесіміз майданға аттанған болатын. Соның 36 мыңнан астамы, яғни елге оралған болатын, яғни майдан даласында қаза тауып мерт болған болатын. Және 35 біздің жерлесіміз, яғни ең жоғарғы атақ сол кезеңдердегі ұлы отан соғыс жылдарындағы бұл Кеңес одағы батыр атағын иеленген болатын. Және де 9 біздің жерлесіміз 3 дәрежелі даңқ орденінің толық иегері атанған болатын. Жалпы Ақтөбе өңірі бұл тарихтан белгілі, яғни батырлар мекені, батырлар жері, қаһармандықтың қиссалардың кезіндегі, қаһармандық қиссалардың дамыған кезіндегі, мысалға Қарақұшақ Қобыланды батырдан бері қарайғы, одан кейінгі мысалға атақты Есет батыр, екі Есет батырдың, Әбілқайыр ханның, яғни осы өңірі, яғни осы сондай батырлар дүниеге келген өңірлердің бірі, яғни осындай батырлықтың жері, батырлықтың, қаһармандықтың негізгі жері болып саналады Ақтөбе жері. Сол батырлық, яғни осы 20 ғасырдың орта кезеңіндегі осы әсіресе Екінші дүниежүзілік соғыстың бір құрамдас бөлігі болып саналатын, яғни осы ұлы отан соғысы жылдарында да толықтай дәлелденген болатын. Яғни жаңа айтып өткеніміздей 35 Кеңес одағы батыр атағын иеленген біздің жерлестеріміз де осы кезіндегі ата-бабалардың тараған, солардан қанмен тараған батырлықтың, батылдықтың, ержүректіліктің қалыптасуымен, яғни осы үлкен ерліктің үлгісін көрсеткен болатын. Жалпы жаңа айтып өткеніміздей 122 мыңнан астам біздің жерлесіміз осы ұлы отан соғысының майданында, қан майданында ерен ерліктің үлгісін көрсетті. 15 мыңнан астам біздің жерлесіміз орден медальдарға ие болды. Сонымен қатар жалпы енді осы ұлы отан соғыс жылдарында жалпы Ақтөбе жерінде үлкен әскери құрамалар жасақталып, майданның алғы шеттерінде, әсіресе Мәскеу түбіндегі шайқастарда, Ржев түбіндегі шайқастарда ерен ерліктің үлгісін көрсетіп, біздің осы отан тарихындағы кеңес үкіметі замандағы осы отан соғысы тарихы кезеңінде алтын әріптермен аттары, есімдері қаріптелетін үлкен тарихи оқиғаларға қатысып, осылай аттары осылай мәңгіге сақталған болатын. Солардың қатарында мысалға 312 атақты Мәскеу түбінің қорғаушы 312 атқыштар дивизиясы Ақтөбе жерінде 1941 жылы жасақталып, 42 жылы осы майданға кіріскен болатын. Және Ржев қаласы түбіндегі, яғни Мәскеуге жақын жерде орналасқан Ржев қаласы түбіндегі де үлкен майданға қатысқан немістердің жойқын шабуылдарға төтеп берген, тойтарыс берген атақты Қазақстанда жасақталған екі үлкен бригада бұл 100-ші және 101-ші атқыштар бригадасы болатын. Сол 101-ші атқыштар бригадасы осы Ақтөбе жерінде құрылған болатын. Яғни осындай әскери құрамалар жалпы Ақтөбе жерінде отан соғыс жылдарында негізі қаланып, осы отан соғысының майдан даласында үлкен ерен ерліктің үлгісін көрсеткен болатын. Жалпы ерлік пен тағзым залы бұл осы отан соғыс жылдарындағы негізгі қан майдан даласынан келген сол кезеңдерден сыр шертетін құнды тарихи жәдігерлерменен және құнды архивтік құжаттарменен, газет беттерінен алған мақалалар негізінде жасақталған болатын. Алдарыңызда бұл яғни осы ұлы отан соғыс жылдарындағы, яғни ұлы отан соғысының басталуы, яғни 1941 жылғы 22 маусымдағы маусым күні жазылған, яғни ақтөбелік комсомол ерікті жастардың, ақтөбелік біздің осы жерлестеріміздің өз еркімен майданға алу жөнінде жазған, өз еріктерімен жазған әскери комиссариаттарға жазған 1941 жылы 22 маусымда жазған хаттары, көшірмелері осы экспозициядан орын алған болады. Яғни майданның алғашқы күнінен бастап, соғыс басталған күнінен бастап, яғни ұлы отан соғысы басталған күнінен бастап біздің ақтөбеліктер бұл үлкен қанды соғыста өздерінің
әрқашанда дайын екендігін және осы әрқашанда осы халықпен елге бірге осы халықпен елмен бірігіп отырып ортақ жол фашизмді жеңу жолына үлкен дайындықпенен осы атсалысқандығын осы хаттардан біз көреміз. Яғни 1941 жылғы 22 маусымдағы 23 маусымдағы жазылған хаттардың көшірмелері осы музей қорында сақталып, бүгінгі күні осы экспозициядан орын алған болатын. Және осы отан соғыс жылдарындағы қолданылған қару-жарақтың түрлері, қолданылған тұрмыстық, яғни әскерлердің, солдаттардың, яғни қолданған бұйымдары осы музей экспозициясынан орын алған болатын. Сонда котелоктар, сол кезеңдердегі алғашқы шыны құтыларды айтуымызға болады. Сол яғни 1941-45 жылдардағы отан соғысы жылдарына сыр шертетін құнды бір тарихи жәдігерлер деп айтуымызға болады. Және 2005 жылы осы музей қорына тапсырылған Ирбис іздестіру тобының осы майдан даласын зерттеу қазу жұмыстары барысындағы тапқан әскери қару-жарақтардың бірнеше түрлері осы музей экспозициясынан орын алған болатын. Жалпы жаңағы айтып өткеніміздей біздің ақтөбеліктер, яғни 35 біздің жерлесіміз ең жоғарғы атақ Кеңес одағы батыры атағын иеленген болатын. Олардың ішінде шығыстың қос шынарының бірі атақты біздің жерлесіміз Қобда өңірінен шыққан атақты Әлия Молдағұлованы айтуымызға болады. Және 3 дәрежелі даңқ орденінің толық иегерлері біздің 9 жерлесіміз болатын. Жаңа айтып өткеніміздей, сол 9 біздің жерлесімізде осы майдан даласындағы осы Кеңес одағы батыры атағымен пара-пар осындай атаққа ие болған болатын. Яғни осы мына жерде Кеңес одағы батыры атағын иеленгендердің берілетін алтын жұлдыздың көшірмесі және 3 дәрежелі даңқ орденінің көшірмелері осы музей экспозициясынан орын алған болатын. Жаңа айтып өттік, 312 атқыштар дивизиясы Ақтөбе жерінде құрылған болатын. Яғни 1941 жылы осы бірнеше ай арасында құрылып, Мәскеу түбіндегі, яғни неміс фашист әскерлеріне қарсы, яғни осы Мәскеу түбіндегі астанасы, ол кезеңдерде Кеңес одағының астанасы болған Мәскеу түбін қорғау, Мәскеу қаласын қорғау барысында үлкен ерліктің үлгісін көрсеткен атақты 312 атқыштар дивизиясы осы Ақтөбе жерінде құрылып, арнайы штабы құрылып, яғни 1942 жылы осы майдан даласына аттанған болатын. Және майдан даласына аттанғаннан кейін, яғни 1942 жылы желтоқсан айында бұл 312 атқыштар дивизиясы толықтай ресми түрде қайтадан таратылып, көптеген дивизияларды, көптеген полктердің құрамындағы әскерлері, құрамындағы бригадалары жан-жаққа таратылған болатын. Бірақ сол таратылғанға дейін де, яғни бір мысалға 1942 жылдың тамыз айында осы майданға аттанған дивизия мүшелері, дивизия құрамы, яғни сол желтоқсанға дейін осы Мәскеу түбіндегі, әсіресе Мала Ярославец деп аталатын қаланың түбінде үлкен қанды шайқастарда үлкен осы ерліктің үлгісін көрсетіп, неміс фашист, гитлерлік фашизмге қарсы аянбай соғысқан болатын. Және осы 312 атқыштар дивизиясының командирі болған атақты генерал-майор Александр Наумовты айтуымызға болады. Яғни осы Наумов та осы дивизияның атақты командирі болды, және осы Ақтөбе жерінде штабты басқарған кездерінде де осы үлкен жұмыстар атқарған. Және оның әскер менеджердегі фото көшірмелерді қарайтын болсаңыздар, Яков Сировскийді айтуымызға болады. Яғни осы 312 атқыштар дивизиясының әскери комиссары болған. Және көптеген осы біздің жалғыз осы қазақ ұлтының өкілдері емес, басқа да көптеген ұлт өкілдерінің осы әскери құрамда болған дәлелдей аламыз осы суреттер арқылы. Және сонымен қатар осы бұл 312 атқыштар дивизиясының құрамында жалғыз ақтөбеліктер ғана емес, сонымен бірге Атырау, Қызылорда, Батыс Қазақстан облыстарының да өкілдері осы дивизияның құрамында болған болатын. Және тағы бір үлкен бір бригада, осы әскери құрама Ақтөбе жерінде құрылған бұл 101 атқыштар бригадасы болатын. Жаңағы Ржев түбіндегі қанды шайқаста жаудың көптеген әскери күштерін тоқтатқан, үлкен қанды шайқас өткізген, осы біздің батырлықтың, ерліктің үлгісін көрсеткен осы 101 атқыштар, ұлттық атқыштар бригадасы болатын. Бұл ұлттық атқыштар деп аталуының себебі өйткені бұл 101 атқыштар бригадасының құрамындағы 80% қазақ ұлттың өкілі болған. Сол себептен де бұл осы ұлттық атқыштар бригадасының статусын иеленген болатын. Осы біздің ақтөбелік жерлестеріміз осы 101 атқыштар бригадасының құрамында болған. Және осы Ржев түбіндегі қанды шайқастарда осы біздің жерлестеріміз ортақ жауды, ортақ дұшпанды тоқтату барысында үлкен ерен ерліктің үлгісін көрсеткен болатын. Оның командирі болған, мысалға 101 атқыштар бригадасының командирі болған Яковленко
Себастьян Яковленконы айтуымызға болады. Осы мына жерде міне тарихи сурет сақталған болатын. Сонымен қатар әскери минометшілердің полк дивизияларының бөлімшелерінің арнайы осы суреттері, тарихи суреттер осы музей экспозициясынан орын алған болатын. Және осы 101-ші атқыштар бригадасы 1942 жылы майданға аттанған кезде атақты біздің жерлесіміз кезіндегі Қобыланды батыр жырын жырлаушы атақты біздің халық ақыны Нұрпейіс Байғанин осы 101-ші атқыштар бригадасын майданға аттанар кезінде өзінің рухты әніменен, рухты жырларыменен осы майданға шығарып салған болатын. Яғни ол осы Байғаниннің мына жерде осы экспедицияның орын алған жыра, яғни осы батырларға, яғни осы 101-ші ұлттық атқыштар бригадасы құрамына әскерилерге рух беріп, батылдық беріп, өзінің осы жалынды жырларыменен, жалынды сөздеріменен осы майданға аттандырған болатын осы Нұрпейіс Байғаниннің өзі. Мысалға, жауынгер батыр жігіттер, қазақ деген атың бар, жерді жарған даңқың бар, аман келді Исатай Махамбеттей батырдың ұрпағысың, жолын қу қасиетті салтың бар деп осындай жалынды сөздермен рух беріп аттандырған болатын. Және осы кейіннен Кеңес одағының маршал атанған Ворошиловтың өзі келіп осы 101-ші ұлттық атқыштар бригадасының аттануында келіп осы сәттілік деп осы Ақтөбеде аяқ басқан болатын Ворошиловтың өзі. Және тағы бір бригада бұл 74-ші Ақтөбе жерінде құрылған 74-ші теңіз дербес атқыштар бригадасы да осы Ақтөбе жерінде құрылып, бұл 1944 жылға дейін осы Ұлы Отан соғысы майданында үлкен ерліктің үлгісін көрсетіп, қан майдан шайқастарда үлкен жорықтағы шайқастарға қатысқан болатын 74-ші теңіз атқыштар бригадасы. Және сонымен қатар 129-ші минометшілер полкі де осы Ақтөбе жерінде құрылған болатын. Яғни осындай үлкен әскери құрамалар осы Ақтөбе жерінің осы Ұлы Отан соғысы жылдарындағы жалпы осы ортақ жауды, ортақ дұшпан фашизмді жеңу жолында аянбай тер төгіп бүкіл елмен, бүкіл республикамен бірге екендігін осындай ерліктер, осындай жағдайлар арқылы дәлелдеген болатын. Және осы майдан даласынан әкелінген жаңағы айтып өткеніміздей ербесіз іздестіру тобының тау қазба жұмыстары нәтижесінде осы музей қорына тапсырған әскери қару-жарақтарының түрлері де осы музей экспозициясының орын алған болатын. Қару-жарақтың түрлері осы Ұлы Отан соғысы жылдарындағы. Және қолға түскен осы ақтөбеліктердің, біздің жерлестеріміздің осы майдан даласындағы ерліктерінің нәтижесінде қолға түскен осы неміс карталарының да көшірмелері осы экспозициядан орын алған болады. Және сол Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қолданылған қару-жарақтың үлгілерінің де түрлері осы экспозициядан орын алған болатын. Және майданнан келген үш бұрышты дейміз, яғни үш бума хаттардың да көшірмелері осы экспозицияда орын алып тұр. Мына жерде қарайтын болсаңыздар, Добрыниннің осы отбасына жазған хаттары, осы ақтөбелік біздің жерлестеріміздің осындай үш бума хаттары да, түпнұсқа хаттары осы Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейінің қорында сақталған болатын. Және біздің жерлесіміз танкист болған Борис Тулиннің мына осы Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тұтынған киген киімі де осы сол Кеңес одағының әскерінің жалпы әскери киімінің, әсіресе осы танкіші әскерилердің киген киім үлгісі де осы музей экспозициясында бүгінгі күні құнды жәдігер ретінде сақталып тұр. Біздің жалпы жерлестеріміз жалғыз майдан даласында ғана емес, сонымен қатар медицина саласында да, яғни осы донорларымыз, мысалға қан беруші жаралыларға қан беру мақсатында донорларымыз да осы бүкіл Кеңес одағы дәуірінде осы Кеңес одағының атақты донорлар, құрметті донорлары болған, қан беруші донорлары болған біздің жерлестеріміз, мысалға Луговскаяны айтуымызға болады, Рудичтерді айтуымызға болады. Бұлардың да осы тарихи суреттері музей қорында сақталған болады. Және Ақтөбеде сол Ұлы Отан соғысы жылдарында жаралыларды емдеу үшін 4 эвакуацияланған госпиталь сол кезеңдерде жұмыс жасаған, сол 4 госпитальдің туралы мәліметтерді осы экспозициядан орын алған болатын. Жалпы Ақтөбе облысы сол Ұлы Отан соғысы жылдарындағы үлкен бір ерекше еңбек сіңірген осы Ұлы Отан соғысындағы жеңіске жету жолындағы үлкен еңбек сіңірген облыстардың бірі болып саналады Қазақстандағы. Сонымен қатар осы Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тұтынған қару-жарақтың үлгілері осы экспозициядан орын алған болатын. Жаңағы айтып өткеніміздей, ақтөбелік біздің 35 жерлесіміз ең жоғарғы атақ Кеңес одағы батырларын иеленген болатын. Сол мынау мысалға Казенковтың, мынау алдарыңызда Казенков Василийдің мынау
Кеңес одағы батыр атағын беру туралы грамотасының көшірмесі де осы экспозициядан орын алған болады. Жаңа шығыстың қос шынарының бірі, қос жұлдызының бірі болған Әлия Молдағұлованың да осы Молдағұлованың да апасы, әпкесі Сапураға жазған хаттары осы музей экспозициядан орын алған болатын. Және Кеңес одағының батыры Михаил Колесниковтың әскери фуражкасы осы бүгінгі күні осы ерлік пен даңқ залының құнды бір экспонаттарының бірі болып саналатын, құнды бір жәдігерлердің бірі болып саналатын Колесниковтың өзі киген әскери фуражкасы осы музей экспозициядан орын алған болатын. Және біздің осы жерлестеріміз, әсіресе мына жерде бір суретке тоқталғым келіп отыр. Ғизат Тоқтабаев біздің жерлесіміз осы Украин майданында соғысқан. Мынау суреттің оң жағында назар аударсаңыздар, кішкентай оқтың жарықшағы суреттелген. Мына жерде мына суреттің жарықшағы қойылған болатын. Бұл жарықшақ сол мынау біздің жерлесіміз Ғизат Тоқтабаев ағамыздың көзінен алынған осы оқтың жарықшағы болатын. Яғни осы Ұлы Отан соғыс жылдарында қан майданда ерлік көрсеткен осы біздің Ғизат ағамыздың көзінен осы кейіннен 1953 жылы көзінен алынып, осы операцияның нәтижесінде көзінен алып, кейіннен осы Ғизат ағамыз осы музей қорына тапсырған болатын. Бұл да құнды бір жәдігерлердің бірі болып саналады. Және тағы бір сәтке мына жерде Берлин шайқасына қатысушы біздің жерлесіміз Оразалы Жалдыбаев суреті тұр. Осы Оразалы Жалдыбаевтың да мына жерде мына нөмірі 1-ші этикеткедегі суреттеген бұл осы снарядтың жарықшағы, осы Оразалы Жалдыбаев жерлесіміздің аяғынан алынған операцияның нәтижесінде аяғынан алынған снарядтың жарықшағы болатын. Бұл да яғни сол Ұлы Отан соғыс жылдарындағы алған жарақаттың бір негізгі дәлелі болып саналады. Және біздің жерлестеріміздің мысалы киген әскери сол кезеңдерде киген кителдері, мысалы Құндыбай Шынбековтың киген кителі, атақты енді осы Ақтөбе өңіріне танымал деп айтуымызға болады, атақты барлаушы болған Алексей Скворцовтың мынау жеке өзін тұтынған әскери планшетін де осы музей экспозициясын көруімізге болады. Және осы Ұлы Отан соғыс жылдарындағы қару-жарақтың үлгілері осы экспозициядан орын алған болатын. Келесі панно сурет, бұл яғни осы Ұлы Отан соғысы жылдарына арналған ерлік пен даңқ залына ортасындағы орталық панно суреті. Бұл яғни Майдан даласына аттану барысындағы әскерилердің суреті. Сонымен қатар және де осы Майдан даласындағы қазақтардың, әсіресе қазақстандықтардың жасаған ерліктерінің көріністері осы панно суретте суреттеген болады. Және Рейхстагқа ту тіккен осы ұлы жеңіс күніне жеткізген атақты осы 9 мамыр күні де осы қуаныш сәттері де осы панно суретте суреттелген болатын. Және осы Ұлы Отан соғыс жылдарында біздің жерлестеріміздің иеленген орден медальдары да осы музей экспозициясынан орын алған болатын. Мысалға Қызыл ту ордені, Отан соғыс ордені, Қызыл жұлдыз ордені осы Ұлы Отан соғыс жылдарындағы. Және ерлік үшін медальдары, орден медальдары осы түпнұсқалары музей қорынан орын алған болатын. Және мәңгілік алау, яғни осы мәңгілік алаудың да көшірмесі осы музей экспозициясынан орын алған болатын. Және Берлин үшінші шайқастағы алған иеленген Жапонияны жеңгені үшін Варшава шайқастарындағы иеленген медальдардың түпнұсқалары осы музей экспозициясынан орын алған болатын. Жаңағы бір құнды бір мәліметтердің бірі айтып өткеніміз, бұл осы музей қорында сақталған жаңағы 312 жасқыштар дивизиясының командирі болған генерал-майор Александр Наумовтың кителі осы бүгінгі күні музейдің құнды бір осы ерлік пен даңқ залының құнды бір экспонаттарының бірі ол осы залдың орталық бөлігінен орын алған болатын. Осы Наумовтың жеке кителі осы музейдің экспозициясында. Келесі экспозиция, яғни осы музейдің тұрақты көрмесінде бұл яғни бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін деп аталатын экспозиция. Бұл яғни осы Ұлы Отан соғыс жылдарында жалпы ақтөбеліктер Майдан даласында ғана емес, бұл осы еңбек майданында да үлкен ерен ерліктің үлгісін көрсетіп, отан тарихында алтын әріптермен ғарып келетін үлкен бір тарихи кезеңдегі біздің жерлестеріміздің жасаған еңбектері осылай экспозиция жасақталған болатын. Мысалы 1941 жылы Мәскеу қаласынан көшіріліп әкелген, эвакуацияланған
Мәскеу рентген зауыты, осы бүгінгі күні Ақтөбе рентген зауыты болып кейіннен қайтадан жасақталып 1942 жылы алғашқы өзінің өнімдерін берген болатын. Осы Ақтөбе рентген зауыты, яғни осы Ұлы Отан соғыс жылдарында мынадай көз алдарыңызда тұрғандай, мынау залда орын алғандай ПМ-1, ПМ-2 жарғыш машиналарын шығарып отқан болатын осы Ұлы Отан соғыс жылдарында. Және сонымен қатар 1941 жылы Днепропетровскіден большевик өндірістік артелі көшіріліп әкелінген болады. Ол бүгінгі кейіннен, яғни осы Ұлы Отан соғысынан кейін Ақтөбе жерінде бұл қайтадан жасақталып, Ақтөбе Селмаш зауыты болып қайтадан іске қосылған болатын. Бірақ сол 1941-45 жылдар аралығында алғаш рет осы 1942 жылы осы Селмаш большевик артелі өзінің осы алғашқы өнімдерін бере бастап, осы майдандағы қару-жараққа қажетті өте осы қажетті бұйымдар, жарақтарды шығарып отырған болатын. Яғни осы мына жерде тарихи суреттер, мынау осы екі зауыттың, осы большевик пен рентген зауыттарының сол зауыттарға қатысты тарихи суреттер осы музей экспозициясында бүгінгі орын алған болады. Және осы Ұлы Отан соғыс жылдарында хромтау, дөң кен байыту комбинаты да осы Ұлы Отан соғыс жылдарында үлкен жұмыстар атқарған болатын. Хром өндірісін, хромит өндірісін шығарған болатын. Сол осы Ұлы Отан соғыс жылдарындағы хром өндірісін өндірген осы Ақтөбедегі облыстағы жалпы бір бүгінгі күні бүкіл дүние жүзіне әйгілі осы хром өндірісін өндіріп тұрған болатын. Жаңа айтып өткеніміздей, мысалға 101-ші атқыштар ұлттық бригадасын майданға аттандыру барысындағы өзінің жалынды сөздерімен әскерлерге рух беріп аттандырған атақты біздің жерлесіміз Нұрпейіс Байғанин экспозициясында, осы музей экспозициясында әсіресе осы Ұлы Отан соғыс жылдарындағы еңбек майданы экспозициясынан орын алған болатын. Мынау мысал алдарыңыздағы Нұрпейіс Байғаниннің өзінің жеке киген мынау түйежің шекпені және өзінің тұтынған басқа да бұйымдары экспозициядан орын алған болатын. Және 1940 жылғы мынау Калининнің қолын иелену барысындағы мынау салынған картинасы да осы экспозицияда орын алған болатын. Мына жерде бір Нұрпейіс Байғаниннің мына бір сөз өлеңі жарық көрген болатын. Осы экспозицияда рұқсат берсе отаным қаруланып жас болып, балаларға бас болып, майданға мен де барамын деп жырлаған болатын. Яғни осы ауылды аралап, үйді аралап, Байғаниннің өзі осы ортақ дұшпанға қарсы күш біріктіріп, осы ортақ дұшпанды, фашизмді жеңу жолында күш біріктіруге осы үндеп, өзінің үндеулерін жариялап, осы Ұлы Отан соғыс жылдарында осындай жалынды сөздеріменен бүкіл осы ақтөбеліктерді ортақ дұшпанды жеңуге жұмылдырған осы жалынды сөздерін осы жылдары жырлап өткен болатын. Және тағы біз осы бүкіл Ұлы Отан соғыс жылдарында біздің атақты бір жерлестеріміздің бірі, бұл атақты таршы, даңқты диқаншы Шығанақ Берсиевті айтуымыз болатын. Мысалы 1940 жылы өзінің алғашқы тар өсіруден алғашқы дүниежүзілік рекордын жасаған болатын. Кейіннен 1941-42 жылдарда осы өзінің 43 жылдарда осы өзінің дүниежүзілік рекордтарын тар өсіруден жасаған болатын. Яғни осы тар өсіру рекордын жасап қана қоймай, осы майданға осы тар өсіру арқылы майданға да осы көмек көрсеткен болатын. 1943 жылы мына жерде бір тарихи сурет орын алған. Бұл 1943 жылы Ленинград майданына барған қазақстандық делегацияның құрамында осы Шығанақ Берсиевтің өзі барып, атақты кейіннен осы Кеңес одағының атақты маршалы болған Константин Рокоссовскиймен кездесу барысы суреті қойылған болатын. мына жерде 1943 жылғы Ленинград майданындағы. Және осы Берсиевтің өзінің тұтынған бұйымдары Шығанақ Берсиевтің осы экспозициядан орын алған болатын. Және Ұлы Отан соғыс жылдарында Ақтөбеде кірпішті зауыты жасақталып, осы кірпіш зауыты да осы Ұлы Отан соғыс жылдарында еңбек майданына үлкен осы өнімдер шығарып, еңбек майданында осы ортақ жауға қарсы күш біріктіруге өзінің осы үлкен үлесін тигізген болатын. Мысалы мына жерде қазір көз алдарыңызда тұр, осы Ұлы Отан соғыс жылдарында шығарған кірпішті зауытының өнімдері, мысалы тұрмыстық өнімдері мына экспозицияның, тұрақты экспозицияның орын алған болатын. Мысалы мына жерде бір жылы киімдердің үлгілері тұр. Бұл жылы киімдер, осындай жылы киімдердің үлгілерін ақтөбеліктер үйлерінде, әйел адамдар үйлерінде отыру арқылы, үйлерінде отырып, осындай жылы киімдерді майдандағы, қан майдандағы соғысып жатқан қызыл әскердің тоңбауы үшін осындай жылы киімдерді қолдан тоқып, осындай жүн киімдерді майданға посылкалар арқылы еңбек майданына осындай ерен ерліктің үлгілерін көрсетіп, майданға осындай бұйымдарды аттандырып отырған
Сонымен қатар осы 1943 жылы алғашқы өзінің өнімін берген Ақтөбедегі бүгінгі күні әлі үлкен Ақтөбедегі жалпы бүкіл Қазақстандағы атақты зауыттардың бірі бұл Ақтөбе ферроқорытпа зауыты болатын. Осы 1943 жылы алғашқы өзінің өнімін берген болатын. Алғашқы басшылары мысалы Нахабинді айтуымызға болады, зауыттың алғашқы директоры. Осы Нахабин туралы да осы көптеген мәліметтер экспедициясынан орын алған болатын. Және Ақтөбедегі 1943 жылға архивтік директор, яғни осы Ақтөбе ферроқорытпа зауытының іске қосылуы, оның шығарған өнімдері, әсіресе мынау комсомолка пеші дейміз. Осы комсомолка пешінде осы Ұлы Отан соғыс жылдарында майдандағы атылған оқтың көп бөлігі осы комсомолка пешінде өндіріліп шығарылған болатын. Осы комсомолка пешінде тарихи суреті орын алған болатын. Және осы Ақтөбе ферроқорытпа зауытының туралы оның Ақтөбедегі жасақталуы, оның жалпы осы Ұлы Отан соғыс жылдарында шығарған өнімдері туралы архивтік құжаттар да осы экспозицияда келтірілген болатын. Және жалпы еңбек майданында жалпы ерлер майданға аттанғаннан кейін әйел адамдар осы ерлердің орнын басып еңбек майданында, әсіресе осы далалық, әсіресе мал шаруашылығында, халық шаруашылығында біздің ақтөбелік жерлес әйел адамдарымызда ерен ерліктің үлгісін көрсетіп, кейіннен осы 1948 жылдары социалистік ең жоғарғы атақ халық шаруашылығында бұл социалистік еңбек ері атағын иеленген болатын. Солардың қатарында мысалға мал ерлердің орнында мал бағып, мал шаруашылығында үлгілі озат үздіктер қатарына енген, мысалға Балым Бірімованы айтуымызға болады, Шафиза Құрманиязованы айтуымызға болады. Осы Ұлы Отан соғыс жылдарында ер адамдардың орнында мал шаруашылығында, халық шаруашылығында еңбек еткен, аянбай еңбек еткен біздің жерлестеріміз. Және Меруерт Жанболатованы айтуымызға болады, өндірістік саласында еңбек еткен, мысалға Мария Чепегинаны, социалистік еңбек ері болғаннан кейіннен Евдокия Иващенконы, осындай біздің жерлестерімізді айтып мақтан тұтуымызға болады. Яғни осы еңбек майданында Ұлы Отан соғыс жылдарында осындай еңбек майданының даласында да қан майдан секілді бұл еңбек майданда да осындай ерен ерліктің үлгісін көрсетіп, бүгінгі күні осы отан тарихында, әсіресе облыстың тарихында осындай есімдер алтын гаріптермен гаріптелетін осындай біздің жерлестерімізді мақтан тұтып айтуымызға болады. Яғни бұл залдың өзі жаңағы айтып өткеніміздей ерлік пен тағзым залы деп аталады. Сол кезеңде осындай біздің жерлестеріміздің жасаған ерліктеріне бүгінгі жас ұрпақтың негізгі міндеті бұл, яғни осы солардың ерліктерін насихаттау, осындай суреттер арқылы, осындай экспозиция, осындай мәліметтер арқылы олардың ерліктерін насихаттау арқылы тағзым етуіміз болып саналады. Жалпы осы бүгінгі осы келе жатқан 9 мамыр ұлы жеңіс күні баршаңызға да құтты болсын. Әрқашанда жеңісті күндерде, әрқашанда еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын, бейбітшілікте күніміз әрқашанда аспанда, көгімізде жарқырай берсін деген тілек білдіргім келеді. Рахмет барлығыңызға.